кайтарам деді. Бірақ бізді блокировкаға тықты, бәрімізді WhatsApp-тан жаздық, бәріне жаздық, барлық бүкіл подписчиктер жазды. Және де бірақ ол ВК-сында жауып тастады. Біз оны ешқашан жаза алмай қалдық. Бірақ біз деген оның номерін новостиге теріп көргенде осындай пост шықты. Және де біз бірден түсіндік, бұл өзінің әжесі екенін. Және де бұл счет, киви счет, және де әжесінің счет екенін түсіндік. Және де әжесі ауыратын екенін де білдік. Содан кейін манағы 80 000 теңгені қайтар деп отырған балдар, қой керек жоқ, қажет жоқ, жазылып кетсін деген сияқты етіп айтты. Және де мен де бір түрлі қалдым. Оларға жалко просто 80 000 теңгені ананы көрді де, қажет жоқ 80 000 теңгенің деген сияқты етіп айтты. Ешқандай полицияға да, WhatsApp-на да ешкім жазбай қойсын деді. Тез жазылып кетсін деген сияқты олар да айтты. Және де енді бізге олар жамандық жасап отыр, кәдімгідей 80 000 теңгеге қадап, досын қадап кетті, кәдімгідей сенген адам қадап кетті. Ал біз оған керісінше көмектесіп жатырмыз. Сол манағы әжесінің киви счеты описанияда болады. Бәріміз бір 100 теңге болсын, 1000 теңге болсын, кейдеңізде қанша теңге бар, давайте бәріміз саламыз, жазылып кетсін. Және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге жақсы видеолар түсіруге мен тырысамын. Және де төменде қызыл кнопка бар, сол кнопканы басуды ұмытпаңыздар, өйткені біздің көрермендеріміз көбею тиіс. Және де төменде поделиться дейтін кнопка бар, сол поделицияны басып, осы видеоны бір достарыңызға ма, біреулерге жіберіп, көмек беретін, осындай жандарға көмек беретін адамдарға жіберсеңіздер, өте керемет болады. Каспи Голд'ын тапсам описанияға қоям, кивиін міндетті түрде описанияға қоям. Бәріміз көмектесіп кетейік. Сіздермен бірге болған Zefrix TV. Келесі кездескенше сау болыңыздар.